Бүгін 2021 жылдың 28 сәуірі. Бүгін Жуалы ауданы Қарасаз ауылдық округінде оқу жаттығу өтіп жатыр. Бұл оқу жаттығу алдағы өрт қауіпті кезеңге дайындық мақсатында өткізіліп жатыр. Аталған өрт тактикалық оқу жаттығуына Жуалы аудандық орман шаруашылығы, Талас аудандық орман шаруашылығы, Қарасаз ауылдық округінде құрылған ерікті өрт сөндірушілер және Жуалы аудандық 7-ші өрт сөндіру бөлімінің күштері мен құралдары қатысты. Одан қала берсе, облыстық орман шаруашылығынан бақылаушылар және төтенше жағдайлар департаментінен бақылаушылар келіп қатысты. Оқу жаттығу жақсы жағдайда өткізілді. Күштер мен құралдардың бәрі тартылды. Көрсетілген өзіміздің жаттығудың мақсатында көрсетілген шартты өрттегі өрт уақытылында сөндірілді. Және оқу жаттығу барысында жазғы кезеңдерді өрттерді сөндіру бойынша іс-қимылдар пысықталып, барлық мекемелерге, аталған мекемедегі ерікті өрт сөндірушілер бар, барлықтарына оқу жаттығу кезінде, одан қала берсе жазғы өрт қауіпті кезеңде өрттерді сөндіру бойынша техника қауіпсіздігін сақтау бойынша нұсқаулықтар жүргізілді.